Съездің қатысылығымен мемлекеттік айыптаушы прокурор Абылкасымов, жәбірленуші Сағынбек, жәбірленушінің өкілдері адвокаттар Омаров пен Ахметов, сотталушы Аймахан, сотталушы мүддесін қорғаушы адвокаттар Құрманбаев, Абдиевтің қатысуларымен өзінің басты ашық сот отырысында сот залында дыбыс пен жазба байланыс жүйесін қолдануға қылмыстық іс қарады. Ол бойынша Шерхан Аймаханұлы Аймахан 1997 жылғы 25 желтоқсанда Шымкент қаласында туылған. Білімі жоғары, некеде тұрмайды. Уақытша жұмыссыз. Бұрын сотты болмаған. 2026 жылғы 13 қаңтардан бастап күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы қолданылған. Айыптау актісінің көшірмесін 2026 жылғы 10 шілдеде алған. Күзетпен ұстауға алғанға дейін Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Бозарық ықшам ауданы, Алмасқыз көшесі 12-ші үйде тұрып келген. Сотта Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 125 прим. 1 бабының 1-ші бөлігінде, 115 бабының прим. 1 бабында, 99 бабының 2-ші бөлігінің 5-ші тармағында көзделген қылмыстық белгілермен берілген. Баяндалғандардың негізінде қылмыстық процестік кодекстің 387, 393, 395, 398, 402 баптарын басшылыққа алып сот үкім етті. Шерхан Аймаханұлы Аймахан қылмыстық кодекстің 125 прим. 1 бабының 1-ші бөлігінде, 115 бабының прим. 1 бабында, 99 бабының 2-ші бөлігінің 5-ші тармағында көзделген қылмыстық көрсеткілермен кінәлі деп танылсын. Оған жаза ретінде қылмыстық кодекстің 125 бабы прим. 1 бабының 1-ші бөлігімен 2 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 115 прим. 1 бабымен 200 сағатқа мерзімге қоғамдық жұмыстарға тарту жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 99 бабының 2-ші бөлігінің 5-ші тармағымен өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 22 бабының 4-ші бөлігінің талаптарының негізінде онша қатаң емес жазаны неғұрлым қатаң жазаға сіңіру арқылы қылмыстық құқық бұзушылық жетіктігімен Аймаханға түпкілікті өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазаны қылмыстық атқару жүйесінің төтенше қауіпті мекемелерде өтеу белгіленсін. Оны өтеу мерзімі 2026 жылғы 10 қаңтардан бастап есептелсін. Оған қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында таңдалып алынған бұлтартпау шарасы бұрынғысынша күзетпен ұстауда қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабының 3-ші бөлігінің 1-ші тармағының талаптарына сәйкес Аймаханның 2026 жылғы 10 қаңтардан бастап үкім заңды күшіне енген күнге дейін күзетпен ұстауда отырған уақытта бас бостандығынан айыру жазасын бір күн үшін бір күн есебінен жазаны өтеу мерзімі жатқызылсын. Азаматтық талапкер Сағынбектің талабы ішінара қанағаттандырылып, сотталған Аймаханнан талапкердің пайдасына 25 миллион теңге моральдық зиян және мемлекеттік кіріске 2.162.000 теңге 50 теңге мемлекеттік бажан бөлінсін. Сотталған Аймаханнан жәбірленуші Сағынбектің пайдасына адвокаттың еңбек ақысына жұмсалған процесс шығыны ретінде 5 миллион теңге өндірілсін. Сотталған Аймаханға үкім заңды күшіне енген соң өз еркімен талапкер Сағынбекке келген залалды төлеуге 2 ай мерзім белгіленсін. Егер сотталған Аймахан белгіленген мерзімде өз еркімен соттың үкімін орындамаған жағдайда соттың үкімін бұл бөлігі мәжбүрлеп орындауға жіберілсін. Азаматтық талапкер Сағынбектің азаматтық талабының материалдық шығыны бойынша қарағандықтары құқық танып, оның мөлшері туралы мәселені соттың азаматтық сот ісін жүргізу тәртібінің қарауына жататыны түсіндірілсін. Іс бойынша процесс шығындары ретінде Аймаханнан мемлекет пайдасына 1.205.695 теңге, жәбірленушілерге келтірген зиянды өтеу қоры 129.750 теңге мөлшерінде міндетті төлем сомасы өндірілсін. Қылмыстық іс бойынша заттар дәлелдеме ретінде танылған Серікбайдың iPhone 15 белгісіндегі ұялы телефоны, Аймаханға тиесілі Samsung Galaxy A07, Redmi 6 белгісіндегі ұялы телефондары қолхат арқылы қайтарылсын. 2 дана пластикалық бос ыдыстар, 2 дана туристік пышақтар, 1 дана пышақтың қыны, 3 дана сим карталар, 1 дана телефонның қабы, оқиға орнынан алынған мата шүмелегі, қан сүртіндері, көрпе, Аймаханның көк түсті жинсы шалбары, қара түсті жебірі, көк түсті іш киімі, 1 жұп аяқ киімі, Серікбайдың қоңыр түсті іш киімі, ақ түсті жейдесі, күлгін түсті футболкасы, сұр түсті шалбары, ақ түсті күртесі, қара түсті 1 жұп шұлығы, қара түсті 1 жұп аяқ киімі, 2 дана тері кесіндері үкім заңды күшіне